Привет, достар. Сәлем, достар. Сәлем, достар. Біз қазір ойын ойнайын деп жатырмыз. Яғни ойын ойнау арқылы Нұрхан мен Нұрикамал кім? Бұлардың қандай қасиеттері бар? Қандай жақсы, қандай жаман, яғни жағымсыз қасиеттері бар? Соны бізге өздері айтып беретін болады. Дайынбыз ба? Өзімізді өзіміз мойындауға дайынбыз ба? Жақсы, ендеше не істейміз? Қағаздарды көтереміз қойылған сұрақтарға, я? Мен бірнеше сұрақ қоям. Соған орай әркім өздеріңнің нелеріңді көтересіңдер. Ал бірінші сұрақ. Кімнің мінезі жұмсақ? Екінші сұрақ. Кімнің сабағы жақсырақ? Әркім өзі. Үшінші сұрақ. Кімнің мінезі ауыр? Мойындаймыз. Біледі. Одан кейінгі сұрақ, нешінші сұрақ екен қалдым, бірақ қоя берем, я? Кім көп күледі? Мойындау керек. Ризамын ғой Нұрхан. Мойындайды. Әркім өзін біледі, я? Мына сұрақ енді күлдіргілеу шамалы. Бірақ енді әділ жауап беру керек. Кім түнде ұйықтағанда отырады? Дұрыс. Келесі сұрақ. Кім балаға көп қарайды? Я не признаюсь. Дегенмен қараймын дегенді таңдағысы келіп тұр. Келесі, кім көп жыбыр етіп жыбырлайды? Біліп тұрып істейді екенсің ғой сонда бәрі. Келесі сұрақ, Раяна кімді жақсы көреді? Осы жерде бір қателік бар. Келесі сұрақ, үйде кім көп жұмыс жасайды? Мен ғой көбінесе Өзіңнің ойыңша. Келесі сұрақ, кім ұйқыны жақсы көреді? Нұрхан, сен қағазды айналдыруды ұмытып кеткен жоқсың ба негізі? Мен сабақта бүйтіп ұстап. Бәсе, үй жұмысын не деп, үйге не берді деп кеп оқушылардан сұрайсың, сөйтсем ұйықтап қалады. Бағана сабақта ұйықтап қалғыздан. Еще өздерін түскенен ұйықтайсыңдар. Мен зауыт үшін сағында ұйқым Келесі сұрақ. Түсіре ғой, Нұрхан, қазір көтересің. Келесі сұрақ. Кім соткамен уақытын көбірек өткізеді? Он признается. Я признался. Сұрақтардың азайып қалды. Келесі сұрақ. Кім көп сөйлейді? Қағаз бет айналдырудың да қажеті жоқ. Ой, дұрыс міне. Қате. Бір кем дүние, Нұрхан. Тым жақсы бас жағында мойындап жатыр едің ғой бәрін. Нұрхан маған артық сөйлейді көбінесе. Сондықтан Нұрикамал деп көтердің ба? Келесі сұрақ. Кім айтқанды қағып алады? Мен ғой. Мен. Қате кімде? Нұрхан, сенің каждый іс-қимылыңды, каждый үйдегі нелерің бәрін камераға түсіріп отыру керек ау. Келесі сұрақ, серьезный сұрақ қояйын деп отырмын. Кім ақылды? Енді бұған айналдырып қашты емес қой. Әркім өзін ақылдымын деп шешті. Айтасыңдар, екеуің де ақылдысыңдар, молодец. Енді бір сұрақ. Бұл сұраққа ойланып, күшті қылып, әділ жауап беру керек. Осаққа дейін істеген істеріңе қарай
мен ұрсам мысалы арасында, я неге өйтпейсің, неге бүйтпейсің, соның бәрін көз алдарыңа елестете отырып мына сұраққа жауап беріңдер. Кім сөзінде тұрады? Мен сіз ұрсаңыз ештеңе ұрсаңыз да ренжімеймін, так что өзім деп ойлаймын. Сұрақ, кім сөзінде тұрады, яғни уәдесінде, уәде береді да, сол уәдесінде тұрады. Тұрам. Қазір неге тұрмайсың? Так, енді балалар, мен сұрақ аяқталды. Біраз сұрақ қойдым, бірақ өкінішке орай кейбіреуі мен келіспеймін, Нұрхан, сенімен. Енді оның бәрін мен айтайын ба? Бас жағында тым жақсы дұрыс жауап беріп кеткансың. Балаға көп қарайды деген кезде Нұрхан деп жауап берген. Сосын Раяна кім жақсы өреткен кезде? Раяна кім жақсы өреткен кезде? Иә. Сұрақтарын қатесін шығарамыз ба? Кім көп жыбырлайды деген кезде Нұрхан дұрыс жауап берді. Үйде кім көп жұмыс жасайды деген кезде? Жауап берді. Иә, Нұрхан дұрыс жауап берді. Бәрін істейді Нұрхан деген. Кім соткамен уақытын көбірек өткізеді деген кезде? Дұрыс жауап бердің ба, Нұрхан? Признаюсь, я. Нұрхан өзім деп жауап бердің ба? Иә. Молодец. Кім айтқанды қағып алады дегенде енді келсе алмаймын. Сонымен ойын аяқталды, достар. Біз тұрып дұрыстап не қылайын десе, подписчиктермен сау болыңыздар.